Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі пайдалы, жеңіл греческий салаттың жасалу жолынан бөлісетін боламын. Ендеше дайындап бастайық. Ең әуелі жуылған рукколаны салат дайындайтын ыдысымызға салып аламыз. Руккола қосып міндетті емес. Мен жаңа кішкене ыстық суға салып алғанмын. Содан кейін рукколамның көлемі сәл отырып қалды. Енді салат жапырақтарын осылай дәл видеодағыдай қолымызбен үзіп ыдысымызға салатын боламыз. Салат жапырақтарын керегінше үзіп салып болғаннан кейін енді қалған көкөністерді турайтын боламыз. Ең бірінші тәтті бұрыштарды тураймын. Тәтті бұрышты сары, жасыл, қызылынан таңдап, үш түрінен таңдап алып турап жатырмын. Видеода мұқият қарасаңыздар, әрбір тәтті бұрышты мен үш бұрыштылап турайтын боламын. Қаласаңыздар соломка етіп турасаңыздар болады, бірақ үш бұрыштылап турасаңыздар әдемі көрінеді. Мінекей, қиярды да дәл солай бірінші ортасынан бөліп, әрі қарай үш бұрыштылап қиярларымды да турап аламын. Әрине сәл үлкенірек болып шығады, бірақ дастарханға қойғанда өте әдемі болып көрінеді. Міне ортасынан бөліп, аударып, теңдей етіп, осылай үш бұрыштылап турап шығамыз. Әрі қарай қызанақтарымызды тураймыз. Негізінен қызанақтардан черри қызанағын қосқаныңыз дұрыс болады. Немесе мен секілді осындай сәл кішіректеу қызанақтарды осылай бірнеше бөліктерге бөліп алсаңыз болады. Көкөністердің барлығын турап бір ыдысқа салып алдым. Енді сыр турайтын боламын, яғни ірімшік менде брынза ірімшігі. Көбісі 4 бұрыштылап турайды ірімшікті де. Мен бірақ 3 бұрыштылап турағанды жақсы көремін. Неке әрбір ірімшікті де 3 бұрышты етіп турап, бірақ ірімшіктерді бөлек ыдысқа салып қоямын. Себебі ірімшікті қазір біз соңында бетінен себетін боламыз. Енді қызыл пиязымызды да дәл видеодағыдай дөңгелек, яғни жүзікше етіп турап алып, бір-бірінен ажыратып, жаңағы туралған көкөністеріміздің үстіне салып, енді осы салатымызға арнап тұздық дайындайтын боламыз. Ол үшін зәйтүн майына тұз қостым, қара бұрыш және мята қостым. Үйде егер базилик болса, сізде базилик қосып жіберсеңіз тіпті жақсы болады. Және де лимон суығын қосып, осы жаңағы тұздығымызды араластырып, шамамен 5 минутқа қойып қоямыз. Енді біз жаңағы туралған көкөністерімізді қолымызбен ақырын ғана бір араластырып аламыз. Енді арнайы салат салатын ыдысымызға астына бірінші жаңағы рукколамызбен салат жапырақтарын жібереміз. Үстінен жаңағы тұздығымызды құямыз ақырындап қасықпен. Дәл видеодағыдай осылай тұздығымыздан құйып шығатын боламыз. Жаңағы салат жапырақтары рукколаның үстіне. Енді осылардың үстінен жаңағы туралған көкөністерімізді де салып шығатын боламыз. Қазір осы көкөністердің үстінен де бір тұздығымызды құйып өтіп шығатын боламыз. Дәл осылай. Енді дайын болған салатымыздың үстіне жаңағы алдын ала үш бұрыштылап турап қойған брынза сырын дәл видеодағыдай қойып шығамыз. Әрі қарай тағы да үстінен бірле тұздықты құйып өтіп шықсаңыз болады. Аздап осымен біздің греческий салатымыз дайын. Өте дәмді, жеңіл, әрі пайдалы, өздеріңіз көргендеріңіздей. Жасау жолы да өте қарапайым, оңай. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ас болсын.